Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге біз осы шкафты жинайтын боламыз. Әрине, ішіне бомба түскенде ішін барлығы шашылып кеткен. Шынын айтқанда, осы шкафтың іші осы жақынға шейін жиналып әдемі болып тұрған. Білмеймін, какой-то образом кім шашқан деп, в общем, іші шашылып кеткен. Мына жақта шашылып кеткен, өйткені жақында інім келген болатын, біраз киімі осы жақта қалған болатын. Сондықтан сол киімдерін алып берем деп осы жердің барлығын ақтарған болатынмын. Сонымен барлығын жай сала салған болатынмын деп көп айтып кеттім. В общем, содан кейін ішін кейін жинастырып алатын деп сөйтіп қалай болса солай шашып тастаған болатын. Сонымен енді сіздермен бірге жинап алмақшымын. Әрине, бірінші пастельдерден бастаймын көбінесе мен. Содан кейін барып аяқ жағы менде жағы шалбар, трико дегендермен бітеді. Бұл жол енді шкафтың ішін кішкене сәл босатамыз, өйткені ішінде күздік киімдерде бар, әлі алынбаған. Соларды жоғарыға алып қоямыз, өйткені мына жерде көбінесе киім алған кезде кедергі жасайды. Тек қана 5-6 киімді ғана қалдырып қоятын болам шкафта. Маған өте қатты ұнайды сондай. Өте көп киім ұнамайды, өйткені тез шашылады. Ал күнделікті киетін жаңағы сондай киетін киімдер ғана қалса екен деймін шкафта. Абылай күздік жаздық киімдер араластырғым келмейді. Ішінен біраз киілмейтін киімдерді де шығаратын боламыз. Алматтан кішкентай болып қалған футболкаларын шығардым. Бір жағынан ойландым, шығарып алып қойсам ба екен деп, или тұра берсем екен деп. Өйткені біз көбінесе жағы боксқа барамыз, осы кезде өте қатты тершеңбіз. Сонымен терлеген кезде қайта футболка ауыстырады, соған кішкентай болса да жағы бер жіберетін 1-2 футболкадан салып жіберем сумкасына. Не ғана жүгірген кезде, жағы жаттығу жасаған кезде қайта үстін ауыстырып тұрсын деп. Сонымен көп ойлана келе қалдырған жоқпын, алдым да жоғарыға алып қойдым. Көре жатарымыз, есте қатты керек болып жатса, жоғарыға емес, айтпақшы, неге пакетикке салып қойдым. Сол пакетиктен алып беретін боламын. Ол футболкаларын ешқайсын тастаған жоқпын. Өзімнің де ескі футболкаларымды шығардым, киімейтін болып шештім. Олардың барлығын біреуге беретін боламын. Ол кісі алып қой деген болатын. Егерде келіп жатса, егерде сол жаққа жолымыз түсіп жатса, беріп жіберетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде пастельдерді жинап жатырмын. Барлығын жинастырып алдым. Енді өзімнің жаңа киімдеріме кірісіп жатырмын. Пастельдермен де пастельдердің де көбісін мен уже лақтырған болатынмын. Оларда уже тозды дегендей қайтадан жинай бастап жатырмын. Мен пастельде көп ұзақ іздеуде жүрмін, шынын айтайын. Алматқа әлі де іздеп жүрмін. Барлығын қарап шықтым. Барлық интернеттерді, жаңағы инстаграмдарды постоянно күніге көріп отырам, бірақ маған как-то ұнамайды, білмеймін қандай пастель іздеп жүргенімді. В общем, анау да ұнамайды. Күніге қарайым, күніге интернеттерді барлық жерді қарап жүрем, бірақ маған пока ұнаған пастель таппай жүрмін. Өзімізге түркмен текстилін алып жүрмін. Маған түркменский текстиль ұнап қалды. Бұрыннан бері неге алмағанымды білмеймін. Но бұрын как-то білмеймін, түркмен текстилінің маған ұнамайтын жері жаңағы түстері и гүлдері бір түрлі, сол жерлер ұнамайтын. Енді кішігірім ұнаса да ұнамаса да, кейбіреулер ұнайдау дегендерлерін сәл алып жатырмын пастельдерден. Бірақ көбінесе жаңағы гүлді емес, маған бірыңғай түстілер ұнайды. Алматқа әлі де іздеудемін. Басқа ерекше бір пастель алғым келіп жүр. Біреуін уже көрдім. Қазір неде жоқ екен, өзіне сұрастырып көріп едім, бізге әлі келген жоқ дейді. Соны күтіп жүрмін, если сол келсе, сол пастельді алатын боламын. Енді сіздерге қызық айтайын. Менің үйімде біраз жылдан бері тереземе мүлдем перде ілінбеген.
неліктен өйткені пердені де мен солайынан көп іздедім, қатты іздедім, білмеймін неге екен, білмеймін, менің үйіме ана перделер жараспайтындай көрінді да, соныменен көбінесе сөйтіп іздеп жүріп қалды менде терезе. Оның үстінен әні көшеміз, міні көшеміз дегеннен кейін мен пердеге басымды қатырған жоқпын, солайынан тұра берсін дедім. И көзіміз де үйреніп қалды да соған. Соменен солайынан қалып перденің енді биылдыққа қой құрсын ұят болар деп, соменен арзан болса да, жаңағы басқа болса да біреуін әкеп іле салдым. Шын айтқанда уже іздеуден шаршадым. Лучше әшейін біреуін әкеп іле салайыншы деп, соменен іліп қойдым. Арғы бөлмеге, кухняға, жаңа шай ішетін жерге негізі мамам алып беретін болып шешкен етін. Мама күніге әйтеуір әр барған сайын мына пердеші, маған ұнамайды деймін. Сөйтсем, сенің ұятың жоқ екен дейді. Соменен қалды, соменен. Енді биылдыққа осылайынан наугад бәрін алып іле салдым. Бір жағынан жақсы болып қалды деп ойлаймын. Неге бұрыннан бері өйстіп жаңағыдай іліп қоймағанымды қазір ойланып отырмын. Шын айтқанда көбінесе енді көшеміз деп солайынан көп нәрсе қалды. Егер де көшіп жатсақ, осы перделерді осы жаққа қалдырып кететін боламын, или болмаса басқа біреуге беретін боламын. И мен распродажадан бір перде көрдім. Ол әлі ондай тігілмеген, естемеген, бірақ мен кухняма именно сол пердені жарасады деп ойлаймын. Арзан болса да, модадан шығып кеткен болса да, как-то менің пердеме сол әдемі көрінетін сияқты. Ойымнан кетпей жүр, сол пердені жаңа алсам ба деген ойда жүрмін. Білмеймін, маған сол перде ғана сол жерге жарасатын сияқты көрініп жүр. Басқа перделерді мен осы жаққа жарасады деп ойламаймын. Может, бір күні жолым түсіп жатса, барып алып қалуы мүмкін. Сөйтіп өзім қолмен тігетіндей. Мінеки енді жаңағы киілмейтін киімдерді көрсетіп жатырмын. Мына футболкаларды, жаңа Алматтың кішірейіп қалған футболкасы бар, өзімнің киілмейтін футболкаларым бар, солардың барлығын алып қоймақшымын. Күздік киімдерді жоғары алып қойып жатырмын. Бір ескі футболкамды алып қойдым, шашымды бояған кезде. Соны киетін боламын. Қалғандарын вакуумный пакетке салып қоямын. Жолымыз түсіп жатса апарып бере салатындай. Етік те бар, киілмейтін бір-екі етігім бар. Соларды да бере салатын. Айтпақшы, менің аяғым кішкентай, 36 размер кием. Білмеймін, оның қызының аяғы қанша екенін. Может, менен үлкен киеді, может, менен кіші киеді, білмеймін. Неге енді жаңа үлкен жағын ашып жатырмын. Менен осындай вакуумный пакеттер шықты. Бір үлкен куртка бар еді, соны жуып жатырмын. Содан кейін қайтадан осы үлкен вакуумный пакетке салып қоятын боламын. Мына бір ойыншықтарды әлі де жаңағы көзім құрта алмай жүрмін, шын айтқанда. Әр жинаған сайын әйтеуір өйстіп шашылып бірге шығады, киімдермен бірге жинап қоямын, қайтадан шығады. Мына вакуумный пакетке футболкалардың барлығын салып қоймақшымын. Мінеки менен осындай жаңа көрпешенің тыстары шығып кеткен. Солардың барлығын қайтадан салып қоймақшымын. Мына вакуумный пакеттен де біраз киімдер болса да, інім келген кезде алып кетті біразын. Осыларға босаған орнын қайтадан толтырып қойып жатырмын. Бір вакуумный пакетте ол жерде жаңа күздік курткалар бар. Ол да інімдікі, пока алып кетпеймін дейді. Осы жерде тұра берсін, Астанаға кеткен кезде бірақ алып кетемін дейді. Сонымен ол вакуумный пакет бұрыннан сол өз босамайды, сол кішкентай вакуумный пакет постоянно әйтеуір ішінде киім тұрады. Мына екі вакуумный пакет, біресе бос, біресе ішінде киім толып кетеді. Постоянно солайынан тұрады. Біреуін жаңағы вакуумный пакеттің біреуін үлкен екен деп ойлаған жоқпын. Ала салып едім, кәдімгідей үлкен екен. Сонымен екі жаққа киімдерді екі жаққа бөлемін да, екі бүктеп қоямын. Солай ауасын пылесоспен шығармаймын, тек қана қолмен шығара салам. Ауаны көп ұстап тұра алмайды, біраз күннен кейін қайтадан шығып кетеді. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қайтадан ойыншықты осылайынан жинап қоямын. Бір күні қарасаң қайтадан шашылып жатады. Барлығын вакуумный пакетке салып тастадым. Мінеки тағы да бір ойыншық шықты. Бұны да кішкентай жасыл ойыншықты негізі жуған болатын. Ол да шығып, сонымен қайыр осы жерде жатты да, сонымен шаңның арасынан тауып қайтадан жуып, сонымен қайтадан салып қойдым. Мына бір покрываланы, мына кішкентай көрпешені ешқайда салмаймын, өйткені Алматтың жаңағы кей кезде ауыстырам покрывалын, ауыстырып тұрамын. И ана кішкентай көрпеше кей кезде үйдің іші ыстық болып кеткен кезде сол жұқа көрпешені Алмат жамылатын болады. Мінеки барлығы
барлығын осылайынан жинап қойдым. Но жиналғанға ұқсамайды, но іші кішкене болса да порядок болып қалды. Бәрібір де жаңағы шкафтың іші кішкентай болғандықтан, барлығын осының ішіне салғандықтан көбінесе шашылып тұрғандай болады. Киімдердің барлығын реттестіріп, вешалкалар, бос вешалкаларды басқа жаққа қойып, киімі бар вешалкаларды ығыстырып қойып жатыр. Мінекей тоқыма киімдерді осылайынан мен іліп қоям, сонда созылмайды, бір келкі болып тұрады. Жоғары жақтағы осы шкафта да жинастырып қойып жатырмын. Барлығы шашылып кеткен, орнынан қозғалып кеткен, солардың барлығын қайтадан орнына салып қойып жатырмын. Көбінесе Алмат осы жерде жүреді, Алмат алады, жаңағы дәптері бар, кітаптары бар дегендей, сол дәптер, кітап алам деп көбінесе Алмат шашады. Ішінен біраз бір-екі қоқыс алып шықтым, керек емес қағаздарды, қалғандарын барын қайтадан салып қойдым. Мінекей шкафтың ішін сіздермен бірге әңгіме айта отырып жинап алдым. Мінекей сіздерге бірінші жаңағы қағаздар, дәптерлер тұрған жерді көрсетіп жатырмын. Әжептәуір реттеліп қалған, өзіме ұнап тұр. Мына жоғары жақты енді жинаған жоқпын. Бұл жаққа күздік киімдерді салып қойдым. Бұл жақ жиналып тұр, шашылып, біраз киімдер босатқан болатын. Бұның іші де кең болып тұр. Маған ұнады. Одан кейін мінекей үлкен жақты көрсетіп жатырмын. Бұл жерде кәдімгідей жиналып, бұл жерден де біраз киім алынып, бұның іші де кең болып тұр. Маған жаңағыдай таза ауа беріп тұрған сияқты көрініп тұр. В общем, шкафтың ішін өзім қалағандай барлығын жинап қойдым. Осы жинаған біразға тұрса екен деймін. Шашылмай, біраз жаңа жыл өткенше одан кейін шашыла берсін деп, в общем, негізі көп шашылмаса екен деймін. Мінекей мына жақты да жинастырып қойдым. Біраз киімдерді алып тастадым. Мінекей менен өзімнен осындай ақ киім шықты, қалды. Алматтан да осындай ақ киім қалды, бірақ мен өзім кәдімгідей рахаттанып тұрмын, өйткені ешқандай лишний киімдер жоқ, тек қана өзіміз күнделікті киетін киімдер ғана қалған. Видеом аяғына келіп жетті. Сіздермен қоштасайын, сау болыңыздар.